Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз тандыр нан жасайтын боламыз. Егер сізге аяқ асты нан қажет болса, наныңыз бітіп қалса, осы тандыр нанды жасауға кеңес беремін. Ол үшін бізге сүт, үй жағдайында ерітілген сары май, жұмыртқа, тұз және дәміне қарай кішкене шекер салуыңызға болады. Және бір қасық дрожжи салып, осындай әдемі жұмсақ қамырды ұн салып отырып билеп шығамыз. Әбден иіні қанғаннан кейін қамырымызды 15-20 минутқа жылы жерге бетін жауып, жылы шүберекпен орап, жылы жерге қоямыз. 15-20 минуттан кейін наныңыз жұмсарып көтеріле бастайды. Табамызға қамырымызды күлшелеп жайып, осындай гүлді тескіштің көмегімен әсемдеп бетін әсемдеп шығамыз. Және бетіне айранды жағып шығамыз. Айран ол піскеннен кейін өзінің ерекше ащы дәмімен тандыр нанымызға ерекше дәмді дәм береді. Сол себепті айран жағамыз. Айран жаққаннан кейін 15 минут бетіне шүберекті жауып қойып, кішкене тындырып қоямыз. Және қызып тұрған пешімізге 15 минуттан кейін салып, тандырларымызды пісіріп алатын боламыз. Бұл тандыр нанның рецептісін описанияға қалдырып кететін боламын. Міне осындай бізде 3 күлше тандыр нан шықты. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Баршаңызға ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер.